Алдымен ауыздағы жағымсыз иістің неден шығып жатқанын анықтап алу қажет. Медицина мамандарының жағымсыз иістің шығуына түрлі жағдайлар себеп болады дейді. Мәселен, қызыл иек қабынған кезде ауыздан қанның иісі шықса, ал асқазан ауырған кезде пияз немесе сарымсақтың иісі шығады. Мұның қай-қайсысы болса да сізге ыңғайсыздық тудыратыны анық. Сондықтан да жағымсыз иістен арылуға асығыңыз. Ол үшін сізге қарапайым әрі қолжетімді емделу жолдарының бірнеше нұсқасын ұсынамыз. Ауыздағы жағымсыз иістен тез арада арылғыңыз келсе, онда тамағыңызға кардамон қосыңыз, немесе кардамонды шайнаңыз. Бұл дәмдеуіш ауыздағы зиянды бактерияларды өлтіреді. Бауырыңыз ауырған кезде де ауыздан жағымсыз иіс шығады. Ол кезде бір стакан қайнатылған суға 1-2 шай қасық жусан араластырып, шай ретінде ішіңіз. 1 шай қасық тұзды 50 мг зәйтүн майына араластырып, ауыз қуысын шайыңыз. Емді тамақтанудан 30 минут бұрын жүргізіңіз. Шөп шайды жиі ішіп тұрыңыз. Бұл ауыздағы кез келген жағымсыз иісті жояды. Ауыздағы жағымсыз иістен бір жолата құтылғыңыз келсе, зімбірдің көмегіне жүгініңіз. Тамақтан соң 1-2 шай қасық ұнтақталған зімбірді аузыңызға салып, мұқият шайнап жұтыңыз. Бірнеше дана грек жаңғағының жапырағын 1 стакан қайнаған суға салып демдеңіз. Оған 1 ас қасық бал араластырып, ауыз қуысын қызыл иекті шайсаңыз, ауыз қуысының саулығын арттырады және жағымсыз иістен арыласыз. 1 апта бойы тісіңізді құрғақ сүтпен тазартыңыз. Оны кәдімгі паста секілді қолданасыз. Күнде таңертең және кешке щеткаға құрғақ сүтті сеуіп, тісіңізді жуасыз. Бұл тісті тазартып, аузыңызды жағымсыз иістен тазартады. Егер аузыңыздан сарымсақтың иісі шығып тұрса, онда 1-2 шай қасық ұнтақталған жұпар жаңғағын шайнаңыз. Жаңғақты мейлінше асықпай 5-6 минут шайнау керек. Сарымсақтың иісін ақжеркен де кетіре алады. Ол үшін бірнеше тал ақжеркенді шайнап, сөлін жұтыңыз, ал қалғанын түкіріп тастауға болады. Дереу лимон тілімін жеңіз. Егер қышқылдығы қиындық тудырса, онда шекерге батырып жесеңіз болады. Сарымсақтың жағымсыз иісін ментол дәмі бар сағыз немесе таблетка жояды. Оны кез келген дәріханадан таба аласыз. Міне осы қарапайым ғана кеңестерді жүзеге асырсаңыз, аузыңыздағы жағымсыз иістен бір жолата құтыласыз. Өзіңізге де айналаңыздағылардан қуыстанбай, емін-еркін күле аласыз. Ақпарат ұнаған болса, қолдау көрсету мақсатында арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.